Саламатсыздар ма? Бүгін біз физика курсын жалғастыратын боламыз. Бүгін біз Ньютон заңдарына көшеміз. Олар туралы кішкене ақпаратты сізге береміз. Яғни Ньютон заңдары. Жалпы бүкіл механика және механика деген үлкен сала өзінде үш атты саланы яғни біріктіреді. Олар біріншіден кинематика, екіншісі динамика және үшіншісі статика ретінде бізге белгілі. Осының бәрі де үлкен бір шамаға, яғни күшке негізделінеді. Яғни күш бізде яғни F әрпімен белгіленеді және оның өлшем бірлігі ретінде біз Ньютон деген өлшем бірлігін енгіземіз. Осы өлшем бірлік жалпы бүкіл физикада өте маңызды рөл атқарады. Және де осы күшке, яғни сәйкес біз Ньютон заңдары туралы сөз қозғайтын боламыз. Жалпы бірінші заңнан бастасақ, яғни егерде денеге ешқандай күш әсер етпесе, немесе осы күштер теңгерілген болса, онда осы дене бір қалыпты қозғалады. Яғни тұрақты қозғалады. Оны, яғни инерциалды және де инерциалды емес жүйелер арқылы түсіндіруге болады. Инерциалды жүйе ол инерция сақталынатын жүйе, әрине, ал инерциалды емес жүйе ол белгілі бір объектіге қатысты белгілі бір жүйенің қалыптасуы. Ол инерциалды емес жүйе болып табылады. Бірақ инерция жайлы біз соңында айтатын боламыз. Инерция, біз ол туралы айтамыз, және бірінші заң туралы біз айттық. Яғни қайталаймын, егер де денеге ешқандай күш әсер етпесе, немесе осы күштер теңгерілген болса, онда дене бір қалыпты қозғалады. Бірінші заңымыз осы. Енді екінші заңға келетін болсақ, екінші заң ол өте маңызды. Яғни оны негізінде классикалық түрде оны яғни осындай түрде жазады. Мынау екінші заңның классикалық түрде жазбасы. Сіз көріп отырғаныңыздай А-ның үстінде және F-тің үстінде сызықша бар. Сызық, яғни. Ол векторлық шаманы білдіреді. Яғни векторлық шамаларда тек қана белгілі бір сандық өлшемі ғана емес, сонымен қатар бағыты жайлы информация беріледі. Яғни векторлық шама бағытын да сандық өлшемінде сандық өлшемнен құралатын сандар болып келеді. Яғни өлшемдер болып келеді. Осы екінші заңды біз сөзбен айтатын болсақ, яғни екінші заң ол белгілі бір дененің үдеуі оның қорытқы күшіне тура пропорционал және оның массасына кері пропорционал болып келеді. Яғни бұл өте маңызды теңдеу. Бүкіл физика саласында ол өзінің яғни қолданысын табуда. Жалпы айтып кеткендей, бізде бірінші және екінші Ньютон заңдарына сәйкес инерция деген термин пайда болды. Оны жаза отырайық. Жалпы инерция. Осы инерция терминіне анықтама қалыптастыру үшін белгілі бір жағдай алып көрейік. Мәселен, бізде екі көлік бар. Бірінші көлік жалпы жеңіл автокөлік болып табылады. Массасы 1-2 тонна болсын. Кейін бізде
жүк тасушы машина болсын. Оның массасы біздің білуімізше мысалы бір 4 тонна болсын. Жалпы осы екі көлік бойынша не айта аламыз? Яғни 4 тонналық жүк машинасын жылдамдыққа келтіру үшін, оны жылжыту үшін, қозғалысқа келтіру үшін көбірек бізде ресурстар жұмсалады, және де оны қозғалысқа келтіру қиынырақ. Ал жеңіл машинаны қозғалысқа келтіру оңайырақ. Демек, оларға негізінен белгілі бір күш түсіру шамасы әртүрлі. Яғни жеңіл көлік үшін ол кішкентай, ал жүк көлік үшін ол үлкен. Осыдан шығатын қорытынды инерция. Инерция дегеніміз ол әсер ету күші бойынша дененің қозғалысқа қарсы күші болып табылады. Яғни біз осы жүк көлікті қозғалысқа келтіру үшін бір күш әсер етеміз. F деген күшті. Осы F деген күшке қарсы жүк машинасы өзінің тарапынан қарсы күш ұйымдастырады. Осы бізде инерция болып табылады. Жалпы инерциалды санау жүйесі, санақ жүйелері Ньютонның бірінші және екінші заңдарына бағынады. Оны жаңа айтып кеткендей, олардың мазмұнына байланысты болып табылады. Ал инерциалды емес санақ жүйелері, олар бірінші және екінші заңға бағынбай, белгілі бір үдеу бойынша өзгере отырады. Сондықтан да бізге шығатын қорытынды инерциалды санақ жүйелері бірінші және екінші заңдарға сай келеді. Жалпы енді үшінші Ньютон заңы туралы не айта аламыз? Жалпы біз жаңа күштің динамикадағы күштің анықтамасын айтқан кезінде күштің векторлық шама екенін және мазмұн бойынша екі дененің әсерлесу тарапынан пайда болатын шама екенін, физикалық шама екенін тауып алдық. Яғни бұл жердегі кілт сөз әсерлесу. Яғни дене тарапынан бір ғана күш жұмсалмайды. Мәселен, бізде осындай бір резинадан жасалған бір қабырға болсын. Осы қабырғаны ұру кезінде біз мысалы бір F күшін жұмсаймыз. Оның бағыты қабырғаға қатысты бағытталады. Ал қабырға сәйкесінше өзінің тарапынан тура модулі бойынша тура сол күшті, бірақ бағыты бойынша минус мәнге ие күшті әсер етеді. Яғни F күш модулі бойынша осы минус F күші бойынша тең болып табылады. Яғни F күш әсер етеді, оған қарсы F күші шығады. Жалпы осыдан шығатын қорытынды, яғни динамика тарапында ешқандай, яғни бір денеден ғана өтетін күш болмайды. Яғни егер мысалы бір дене мен осы тақтан ұрсам, онда менен бір күш кетеді, а тақтан тарапынан маған қарсы бір күш өтеді. Мысалы ондай құбылысты бокс сайыстарында, басқа да бір жарыстарда көре аламыз. Яғни тіпті біз қатты мысалы қабырғаны ұрсақ, онда біздің қолымыздың сүйектеріміз сынып кетуі мүмкін, ол бізге қарсы әрекеттеген күштің тарапынан болады. Жалпы динамика заңдары осы инерциалды санақ жүйелері бойынша біз есеп шығарып отырамыз. Және де болашақта, яғни 8-9 сыныптарда біз инерциалды емес санақ жүйелері бойынша үдеудің өзгеруі, үдеу бағыты бойынша модулі әртүрлі, яғни уақыт мезетінде өзгеру бойынша есептер шығарып отырамыз. Жалпы бүгінгі сабақ осымен тәмамдалды. Назарларыңызға рахмет. We don't talk anymore.
like any moonlight.